Саламатсыздар оқушылар, отырамыз. Барлығымыз түгелміз бе? Бүгін бізде ерекше күн. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Енді біздің ортамызда қарастырылатын тақырыпты анықтау үшін, яғни біз бірінші үй тапсырмасын есімізге түсіріп алайық. Өткен сабақта біздер қандай тақырыпты өтіп едік? Моноэтникалық қоғамның Қазақстанда өзгере бастауы, өзгеріске ене бастауы. Жақсы. Қазір енді оны қаншалықты біз дайынбыз, соны біздер лездік әдіс бойынша тексеріп көрейік. Қол көтеріп жауап беріп отырайық. Моноэтникалық қоғам дегенді қалай түсінеміз? Так, жауап бере қойыңыз. Моноэтникалық құрам дегеніміз құрамы бір ғана этникалық топтан тұратын ұлттық құрылым. Өте жақсы. Қазір тексеріп көреміз. Бізде бұл үшінші, Өте жақсы екен. Жақсы. Келесі сұрақты тексеріп көрейік. 1897 жылы Қазақстан аумағында 4 миллионнан астам адам өмір сүрді дейді. Олардың қанша пайызын қазақтар құрады дейді. Жақсы? 81-де 7 пайызын. 81-де 7 пайызын. Қазір тексеріп көреміз. Өте дұрыс екен. Келесі сұрақты тексерейік біздерде. Қазақ даласында патша жарлығымен жер аударылған Украинаның ұлы ақынын атаңыз дейді. Ал жауап бере қойыңыз. Тарас Шевченко. Дұрыс айтасыздар. Ол осы Ақтөбе облысы мынау Әйтеке би ауданында болған. Сол жақта өткізген. Соның атында қазірде мектеп жұмыс жасайды. Жақсы. Ассимиляция дегеніміз не дейді? Кім айтады? Ассимиляция дегеніміз. Ал жауап. Ассимиляция дегеніміз бір халықтың екінші халыққа араласып, ұлт ретінде сіңісіп кетеді. Өте жақсы. Қазір тексереміз. Бізде үшінші. Өте дұрыс екен. Оқушылар, сіздер барлықтарыңыз үй тапсырмасына өте жақсы дайындалған екенсіздер. Сіздерге рахмет. Әрмен қарай біз сабағымызды жалғастырамыз. Енді тақтаға назар аударайық. Суреттерден қандай ақпараттар алуға болады? Қоныс аудару. Кімдер бұлар? Өзге ұлт өкілдері. Жақсы. Тағы да қандай ақпарат айтуға болады? Қуғын сүргінге ұшырағандар деп айтуға болады. Тағы да Қазақстанға қарай қоныс аударып жатырық. Жақсы. Қазақстан болуы мүмкін дейсіздер. Тағы да не айтуға болады? 1918 жылғы болған ашаршылық кезеңдерінен Жақсы. Бұл қай кезеңді қамтиды? 20 ғасырдың басы деп айтуға болады. 20 ғасырдың басы деп айтуға болады. Яғни күштеп қоныс аударудың салдары қандай болуы мүмкін? Күштеп қоныс аудару? Қандай салдар болуы? Халықтың этникалық құрамына әсер етуі мүмкін. Сосын халық санының әсер етеді, өзге ұлт санының артуына әсер етуі мүмкін. Тағы да мысалға сізді бір жерден екінші жерге жіберсе, сояққа барып тұрасың десе, қалай әсер етеді сізге? Жағымды, жағымсыз? Жағымсыз. Яғни оның өте қиын, ауыр зардаптары бар екенін көруге болады. Жақсы. Енді бүгінгі тақырып қандай болуы мүмкін? Полиэтникалық құрам. Біз жаңа уақытын анықтадық. Кеңестік кезеңдегі полиэтникалық қоғамның қалыптаса бастауы деген тақырыпты өтетін боламыз. Қазір біз тақырыпты қарайық. Сабақтың тақырыбы кеңестік кезеңдегі Қазақстандағы полиэтникалық қоғамның қалыптасуы деп аталады. Бірінші сабақ. Дәптерімізді ашайық. Тақырыпты жазып қойайық. Біреуіңіз тұрып оқып жіберіңіздер. Ал, оқи ғой. Сабақтың мақсаты не бізде? Қазақстанның этникалық құрамының өзгеру үдерісін түсіндіру үшін депортация, арнайы
қоныс аударылғандар, полиэтникалық қоғам, ұлттық саясат, интернационализм ұғымдарын қолдану. Екінші, Қазақстан аумағындағы халықтың этникалық құрамын зерттеу. Өте жақсы. Қазір енді сабақтың соңында біз осы мақсатқа жете алатындай болып жұмыс жасау керекпіз. Сіздердің алдарыңызда бағалау парағы тұр, таратылды. Сіздерге қарап танысуларыңызға болады. Бүгінгі тапсырма бойынша сіз қаншалықты деңгейде белсенді боласыз, сіз соны өздеріңіз бағалап отырыңыздар. Жақсы ма? Сабақтың соңында маған соны тапсыратын боласыздар. Енді жалпы қазақ жері көне дәуірден бастап осындай көп ұлтты мемлекет болған жоқ. Оған тарих куә. Жалпы қазақ жеріндегі көп ұлтты халық болып қалыптаса бастау, бұл әсіресе мынау патша үкіметі кезінде Қазақстанның Ресейге қосылу кезеңінде басталған болатын. Ал енді кеңестік кезеңде қандай болды? Кеңестік кезеңде бұл үдеріс одан әрі дамыта бастады дейміз. Енді мына қарасақ, 1992 мен 2006 жылдарға дейінгі қолданылып келген біздің әнұранымызда мынандай өлең шумақтары бар екен. Ардақтап анасын, құрметтеп данасын, бауырға басқанбыз баршаның баласын, татулық достықтың киелі бесігі, мейірбан ұлы отан қазақтың даласы дейді. Осы өлең шумақтарынан нені айтуға болады? Орнымыздан тұрып. Қазақстан өзге ұлт өкілдері, өзге этникалық топтардың барлығын өзіміздің адамымыздай қарсы алып, оларға қонақжайлық танытып, яғни өз арамызға қостық деген. Өте жақсы. Тағы да? Осыған байланысты қазақтардың қонақжайлы екенін байқауға болады. Менде осыған байланысты алғыс айту күні бар басқа ұлттардың. Өте жақсы. Енді осы өзге ұлт өкілдері кеңес үкіметі кезеңінде біздің жерімізге қандай жағдайда, қандай мақсатта келді, бүгінгі сабағымызда осыны анықтай түсетін боламыз. Қазір енді видеороликке назар аударайық. Ізгі ниеті бір жанда 20 ғасырдың бірінші жартысына дейін кеңес үкіметінде муниципалдық телеарна. Жақсы, сонымен оқушылар, видеороликтен көргендеріңіздей, бұл жерде қазақ жеріне қоныс аударған диаспора өкілдері өз еркімен келмегендігін толық анық көріп отырмыз. Олардың сол кездегі жағдайы, қазақ жеріне үйсіз күйсіз оларды көшіріп әкелуі, бұл күштеп қоныс аударудың бір түрі екендігін көріп отырық. Енді күштеп қоныс аударуды біз депортация деп айтамыз. Қазір енді бүгінгі сабағымызға қатысты негізгі термин сөздерге тоқталайық. Бұл бірінші біздерде депортация. Депортация деген не екен? Кім айтып береді маған? Кім айтады депортация дегенді? Оқып жіберіңіздерші, кім оқи алады? Депортация. Жақсы. Белгілі бір ұлттың өзге ұлтқа көшірілуі, еркінен тыс көшірілуін, қоныс аударуын, яғни біз депортация деп атайды екенбіз. Ұлттық саясат дегеніміз. Айта ғой, ұлттық саясат. Белгілі бір ұлтқа жүргізілетін саясат. Бұны енді кішкене жақсы толықтыра қояйық. Бұл жерде бір мемлекетте тұратын әртүрлі этностардың, оның ішінде этникалық топтар мен диаспоралардың арасындағы қарым-қатынасты реттеу екен, қарым-қатынастарды реттеу. Енді жаңа өздеріңіз көріп отырғандай, кеңестік кезеңде қаншама диаспораларды қазақ жеріне қоныс аударып жатыр. Олар осы жерге келгеннен кейін жергілікті тұрғындармен қандай қарым-қатынаста болады? Осылардың барлығын реттеу үшін мемлекеттің негізгі саясаты жүзеге асырады. Бұны біз ұлттық саясат деп айтады екенбіз. Полиэтникалық қоғам. Ал жақсы. әртүрлі ұлттардан және де ұлттық топтардан тұратын қоғам. Өте жақсы. Оған мысал келтіре аламыз ба? Мысал? Мысалы, біздің Қазақстанда көптеген немістер, орыстар, украиндар, славяндар, сосын татарлар қоныс аударды. Өте жақсы. Яғни мысал ретінде біз Қазақстан мемлекетін айта аламыз. 130-дан астам ұлт өкілдері тұрды дейміз. Бұл яғни полиэтникалық қоғам. Полиэтникалық қоғам біздерде мана айттық, патша үкіметі кезінде қалыптаса бастап, кеңес үкіметі кезінде тез қарқынмен жүргізілді дейміз. Интернационализм дейді. Халықтар арасында достық пен ынтымақтастықтың уағыздық идеологиясы. Жақсы. Яғни жаңа
айтылғанымыздай мемлекеттегі көп ұлтты халық қалыптасқаннан кейін олардың арасындағы ауызбіршілік, татулық, достық, теңдік деген мәселелерді уағыздайтын идеологияны біз, яғни интернационализм деп айтады екенбіз. Жақсы, енді оқушылар, біздің бүгінгі бірінші тапсырмамыз, бізде 4 топ жұмыс жасап отыр: интернационализм, депортация, полиэтникалық қоғам және ұлттық саясат деген 4 топ бар. 4 топқа мен өзім тапсырма беріп отырмын. Бұл жерде оқулықтарды пайдаланыңыздар, манағы видеороликтегі берілген мәліметтерді алуыңызға болады. Сонымен қатар қазір сіздерге мына қосымша материалдар тарататын боламын. Осы материалдарға сүйене отырып, алдарыңызда постер тұр. Сол постерге ақ параққа, яғни өздеріңіздің сұрақтарыңыз бойынша мәліметтеріңізді толтырсаңыздар. Ол мәліметтер тек қана жазып қана қоймаймыз, оны сіздер топпен талқылап, және де сынып оқушыларына таныстыратын боламыз. Түсінікті ғой, иә? Үшінші топ біздерде ұлттық саясат тобы. Қосымша мәліметтер сіздерге. Төртінші топ біздерде интернационализм тобы. Интернационализм тобы сіздерге қосымша мәлімет, осымен танысып, оқулықты қарап, өздеріңіздің ойларыңызды жазуға болады. Жақсы оқушылар, тапсырма түсінікті ме сіздерге? Яғни барлығымыз топ болып дайындаймыз. Сіздерге тапсырманы орындауға 10 минут уақыт. Жақсы оқушылар, біз зерттеу сұрақтары туралы өзіміздің ізденісімізді аяқтасақ, енді біртіндеп қорғайтын боламыз. Бізде бірінші депортация тобы сұрағы: неліктен кеңес үкіметі Қазақстанда полиэтникалық қоғамды қалыптастыруға мүдделі болды? Жұмыстарыңызды әкеліп тақтаға іліп қорғасаңыздар. Сіздерге берілетін уақыт 5 минут. Депортация тобын қазір 2 жұлдыз, бір ұсыныспенен, бір тілекпенен бағалайтын бізде полиэтникалық қоғам тобы. Сондықтан мұқият барлығымыз тыңдап отырайық. Ал сөз кезегі сіздерде. Бірінші топ бізге берген тақырып ол неліктен кеңес үкіметі Қазақстанда полиэтникалық қоғамды қалыптастыруға мүдделі болды. Тақырыпқа кіріспес бұрын полиэтникалық қоғам түсінігіне түсінік берсек, полиэтникалық қоғам дегеніміз бұл мысалы бірнеше ұлттың, ұлттық топтардың бірге тұратын қоғамы. Келесі сұрақтарға жауап беретін болсақ, ең бірінші басты себеп бұл кеңес үкіметі ұлт сөзін жою мақсатында өзінің идеологиясын құрастырған болатын, соған байланысты ол өзін әрекет жасаған болатын. Осындай әрекеттің ең біріншісі бұл геноцид саясаты арқылы ол ұлттарды жоюға кірісті. Екіншісі бұл қарсылық білдірген этностарды Қазақстан жеріне әкеліп тұншықтырып, қазақ жеріне депортация жасаған болатын. Үшіншісі ол мамандар жетіспеушілігі деген сылтаумен өзге этностарды қазақ жеріне әкеліп миграциялады. Басты үш себеп осы.
Қазақстанда қазақ халқының құрамының көп ұлтты болуы кеңес дәуірі кезінде күшейді деп айтуға болады. Яғни бұған біз себеп ретінде бірнеше орын алған оқиғалар мен үдерістерді айтып кетсек болады. Соның ішінде индустрияландыру кезіндегі миграциялық үдерістерді ұжымдастыру кезеңі және саяси қуғын сүргін кезеңі, оның ішінде тың және тың игеру кезеңі, Ұлы Отан соғысы кезіндегі жаңағы жайттарды, сонымен қатар Ұлы Отан соғысы кезінде қарапайым халықты жаппай қоныс аудару және эвакуациялауды айтып кетуге болады. Кеңес үкіметі Қазақстандағы полиэтникалық қоғамды қалыптастырудағы саясаты өзінің мақсатына жетті деп айтуға болады. Күштеп депортациялау әсерінен көптеген ұлттар татариялық режимнен қорққандықтан көнуге мәжбүр болды. Сонымен қатар осы Ресейдің кеңес үкіметінің ұлттық саясаты әсерінен аздаған ұлттар өздерінің құндылықтарын, тілдерін жоғалтып алып, орыстанып кетті деп айтуға болады. Қазіргі таңда біздің елімізде де 30 жыл өтсе де осы тіл мәселесі, ұлттық құндылықтар мәселесі басты өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сонымен қатар тағы да бір кемшілігі ол ұлттардың арасындағы келіспеушіліктердің орын алуы болып табылады. Өте жақсы, үш шапалақ. Енді бізде неліктен кеңес үкіметі Қазақстанда полиэтникалық қоғамды қалыптастыруға мүдделі болды деген сөзді бір сөзбен ғана түйіндеп айтты. Бұл ұлттарды жойып, кеңес халқын қалыптастыру деді. Енді қалай қорғау жасады, оған баға беретін біздерде 2 жұлдыз 1 тілегін айтатын полиэтникалық қоғам тобы. Сіздерден орталарыңыздан біреуіңіз тұрып, 2 жұлдызды сәтін және де бір ұсыныстарыңыз болса, соны айта кетсеңіздер. Біздің топқа барлығы ұнады, олар өте жақсы өздерінің ойларын жеткізе білді және бір қиын сөздерді бізге таныс емес ұғымдарды анық айқын жеткізе білді, бізге аша білді оның ұғымын, мағынасын өте тамаша. Жақсы. Ал ұсыныс. Ұсыныстарымыз ешқандай жоқ, себебі бәрі күшті болды. Жақсы, рахмет. Отыра қойыңыздар. Келесі бізде полиэтникалық қоғам тобы. Полиэтникалық қоғам тобы. Бастай беріңіздер. Сұрақтарыңызды қайталап жіберіңіздер бірінші. Сұрақ бізде кеңес үкіметі Қазақстанда полиэтникалық қоғамды қалыптастыруға байланысты қандай шаралар атқарды? 1941 жылы 22 маусымда Қазақстан жеріне этникалық жағдайынан көптеген өзгерістер келді. 1941-1942 жылдары Украина мен орталық Ресейден өндіріс орындары келіп көшірілген болатын. Сонымен қатар орталықтарда 1941 жылы Қазақстан жеріне 386 мыңдай адам келіп қоныстанса, 1942 жылы 500 мыңдай адам келіп қоныстанды. Қазақстанда Ұлы Отан соғысы болып жатқан кезде маңындағы аудандар эвакуацияланды. Сонымен қатар соғыс жылдарында 1,5 миллион адам келіп қоныстанып, депортацияға ұшыралған халықтар келді. 1943-44 жылдары қазақ жері мен Орта Азияға көптеген халықтар көшіп келді. Солардың ішінде ең бірінші және де өз еркінсіз көшіп келген халық қарашайлық болды. Олардың ең бірінші көшіп келуінің себебі олардың халықтың арасындағы топтардың бөлінуі, бәсекелестік көп болды және де қарақшылық істер өте көп орын алды. Соғыстан кейінгі кезеңдегі миграциялар өте жедел дамып отырды және де ауысып отырды. Біздің Қазақстанның тыңайған жерлерін игеру үшін бағытталған жаңа аса ірі жобалар құрастырылды және де Қазақстандағы өндірістік құрылыс пен көлік салалары үшін басқа елден жаңа депортацияға ұшыраған адамдар 0,5 миллион адам келген болатын. Бұның көбісі Россия, және Молдавия, Украина және де Литвадан келген болатын. Бұл халықтар бізге келіп өз мәдениеттерін және де басқа да халық үрдістерін үйреткен болатын. Жақсы. Соныменен біздерде полиэтникалық қоғамның
қалыптасу тарихы туралы, жалпы сол кеңес үкіметінің сол кездегі атқарған шаралар туралы бізге полиэтникалық қоғам түсіндіріп берді. Жақсы, отыра қойыңыздар, рахмет. Келесі бізде ұлттық саясат тобы. Ұлттық саясат тобын бағалайтын бізде интернационализм тобы. Үшінші топ ұлттық саясат тобы. Бізге берілген сұрақ кеңестік кезіндегі санақ нәтижелеріндегі өзгерістерді ұлттық саясат ұғымымен байланыстыра қалай түсіндіруге болады? Қазақ даласында отырғылай бастаған кезде жаңағы патша үкіметі олар халық санағын өткізеді. Сол халық санағында жаңағы олар оның халық санағы өткізгеннен кейін олардың оның басты мақсаты олар жаңағы өзінің ресейліктерді қазақ жерлеріне қоныстандыру болды. Яғни олардың басты мақсаты осы болды. 1897 жылы Ресей империясындағы санақ қорытындысы бойынша Қазақстан аумағында бізде 4 миллион 147 мың адамдар өмір сүрген болатын. Және солардың ішінде қазақ жеріндегі үлесі жағынан басым 3 этникалық бізде қоғамдар болған. Халық саны бойынша бізде қазақтар, олар 74-78% құрады. Одан кейін бізде орыстар, олар 10-15% құрады. Және Украин халықтары болды. Олар 1 және 2% құраған болатын. 1926 жылғы жүргізілген санақ бойынша 1897 жылғы санаққа қарағанда 78%-дан 58%-ға төмендеп кетті. Оның себебі тоқтаусыз жүргізілген қоныстандыру саясаты, Столыпиннің аграрлық саясаты және 1916-17 жылдары көтерілістер болды. 1939 жылы халық санағы тағы да жүргізілді. Ол кезде 1926 жылға қарағанда 58%-дан 38%-ға төмендеп кетті. Оның себебі ашаршылық 1932-33 жылдардағы ашаршылық және саясаттар болды. Келесіме жалғастырып кетейін. Осы 1939 жылдан кейінгі 1959 жылы тағы да бір санақ жүргізіледі. Соның нәтижесінде Қазақстан Республикасында халық саны 9,6 миллион адамды құрайды. Ол 1939 жылға қараған кезде 52%-ға өскен екен. Жалпы осы Қазақстан Республикасындағы этностар тобын қазақтар 30%-ын, орыстар 42%-ын және белорустар 5-6%-ын құрады. Жалпы осы 1939 бен 59 жылды санақтар салыстырғанда қазақтар саны 38%-дан 30%-ға кішірейіп кеткен. Оның себебі неде? Оның себебі 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғаннан кейін және де 1959 жылы тың игеру саясаты жүргізілді. Содан кейін 1959 жылдан кейін 1979 жылы тағы да санақ жүргізіледі. Оның нәтижесі Қазақстан Республикасында 14.684.000 адамға көбейген. Оның ішінде қазақ этносы 40%, 30%, орыс этносы 40% және де немістер 6%, өзге ұлттар 10-15%-ды құрады. Осы 59-дан 79 жылғы санақтарды салыстырған кезде қазақтардың саны 6%-ға өседі. Себебі деген сол кездегі дағдарыстың кесірінен өзге этностар өздерінің отандарына қарата қайтарылды. Соның себебінен 6%-ға ғана өсті. Және де осы жылдары Семей полигоны және де Арал өңірлеріндегі экологиялық мәселелерге байланысты халық саны азайды. Гендік жерде графикаға қарап өтсек, 1897 жылы қазақтар саны 81,7% болған, және де 1989 жылы 39,7%. Бұл біз қарап отырсақ, бір ғасыр, яғни 100 жылдың арасындағы санақ өзгерістері. Бұлай өзгеруінің себебі тек халықтардың көшіп келуі ғана емес, депортациядан. Бұл жерде 1917 жылы қос үкімет орнаған болатын, яғни ақпан төңкерісі болып, қос үкімет орнап,
екі үкіметті орнатты, және де 1918 жылы қазан төңкерісі болды. Бұл Қазақстан жерінде болмағанмен, Ресей империясында болып жатырғандықтан бұл кәдімгідей қазақ жеріне әсер етті. Және де айтып отқандардай, қазақ жеріне тың игерушілер қазақ жерінде тек қазақтар ғана жұмыс жасаған жоқ. Тың игеруші ретінде ТМД мемлекеттерінен, яғни орыстар, украиндар, белорустар солтүстік Қазақстанға әкелінген болатын. Осыған байланысты орыстар саны 18,3%-дан 60,3%-ға өскен болатын. Және де диаграммаға қарасақ, 1939 жылғы санақ нәтижелері көрсетілген. Қазақтар және де біздің бұлай көбейіп кетуінің себебіне қазақтардың дос және де 2006 жылғы әнұранды байқасақ, ол жерде қазақтардың дос және де бүкіл халықты өздерінің балдарындай қабылдағанын көрсетеді. Яғни осы жерде біз егер де өзіміздің тарапымыздан қарсылықтар көрсеткенімізде, бәлкім бұндай тарапқа әкелмес еді. Қарсылық танытқандар болды, бірақ олар көп болмағандықтан депортацияланып, олар басқа жерге кеткен болатын. Және де олар халық жауы атанған. Өте жақсы. Мына ұлттық саясат тобының біздерге дайындаған таныстырылымы өте жақсы. Мынау диаграмма арқылы барлық ұлттардың құрамын көрсетіп қойған. Сонымен қатар мынау қызыл сызық бізде нені білдіреді? Өзге ұлт өкілдерінің Қазақстандағы құрамы көрсетіліп тұр. Сонымен қатар көк сызықта бізде қазақтардың үлес салмағы көрсетіліп тұр. Байқап отқандарыңыздай, мына жерде қазақ ұлтының үлес салмағы әсіресе мынау 59 жылғы санақта мүлде қатты түсіп кеткен екен. Енді бізде соңғы топ, интернационализм тобын тыңдайық. Біздің тобымыз интернационализм тобы. Бұл біздің топқа берілген сұрақ, ол құжаттар мен жұмыс, яғни бізге бұйрықтар мен естеліктер қандай ақпараттар бере алады деген сұрақ туындаған болатын. Сол сұраққа жауап беріп кетсек. Интернационализм дегеніміз халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты уағыздайтын идеология болып табылады. КСРО-ның КК мен БКП ОАК-ның 1937 жылғы 21 тамыздағы қаулысында қиыр шығыс кәрістерінің қоныстарын аудару, өлкеге жапон тыңшыларын енгізбеу мақсатында және тағы басқа бұйрықтарды айтуға болады. Осы бұйрықтар Кеңес одағының соңғы күніне дейін құпия болып сақталып келген. Ендігі бізге берілген сұрақты қайталап өтсек, ол құжаттар мен жұмыс және бұйрықтар мен естеліктердің бізге беретін ақпараттары деген болатынбыз. Яғни соның біреуіне келетін болсақ, біздегі ең басты естеліктердің бірі, ол түрмеде жарты өмірін өткізген Александр Солженицынның ГУЛАГ архипелагы деген еңбегі болатын. Соның ішінде жазылған Қазақстан туралы деректер. Жүздеген шешендер мен ингуштер осы еңбек кәсіпшілігінде Таулы Алтай, Қоңырат, Текелі кеніштерінде жұмыс жасады. Ол жайлы НВК Челябинск еске былай алады. 1942 жылы 9 ақпанда болашақ комбинатының құрылыс алаңына 25 мыңнан астам кеңес немістері келген болатын. Олар осы арада үй тапшылығы әсерінен тоң жерді қазып, жертөле жасаған, соның ішінде өмір сүрген. Жердің ызғарлы суық болуының кесірінен олардың көрпелері жерге жабысып қалатын болған. Алда артен олар подиом, бегом деген командалармен тұрып, әлдері жеткендер жуындыға ұқсас қоймалжың сұйық баландаға жүгіретін болған. 1937 жылы Қазақстанда біртұтас елді көшіру басталып кеткен болатын. Соның ең алғашы болып, ол бізде Корей жұрты болып келеді. Олар совет билігі Жапониямен соғыс болуы әбден мүмкін деп, сол корейлердің арасында шпиондар бар деп, оларды қазақ және өзбек жерлеріне көшіріп жібереді. Жалпы ғалымдардың есебі бойынша 1920 жылдан бастап 53 жылға дейін Қазақстанда 52 депортация өткен болатын. Бұл депортацияның кесірінен Қазақстан өз елінде отырып, отаршылыққа айналды. Және осы депортацияның кесірінен Қазақстанға 5,6 миллион адам көшіп келген. Оның арасында заңды және заңсыз көшіп келген адамдар бар. Қандай мақсатта енді осы суретті салдыңыздар? Нені ойды жеткізгілеріңіз келді? Менде осындай сұрақ. Біздің
Қазақстан Республикасының арасында қаншама ұлттар болса да, олардың интернационализмді қолдап, өзара ешқандай келіспеушіліктер болмауының арқасында осындай бейбітшілік жерде өмір сүріп жатырмыз. Өте жақсы. Яғни әрбір диаспора өкілдерінің арасындағы татулық пен достық бұл интернационализмнің негізгі белгісі. Бұл ынтымақтастықтың белгісі. Бізде қазақта жақсы мақал бар: алтау ала болса ауызда кетеді, төртеу түгел болса төбедегін әкелуге болады деген. Жақсы, бізде кім бағалайды? Ал бағалаңыздар. Егер айтып сақбейдімен әдеттер салған интернационализм оғынан жақсы түсінбей берді. Алайда айта кететін нәрсе, жаңа сіз мына белгіні не білдіреді дегенде ақбыз қара бәріміз ағайынды деп айтуға болады. Өте жақсы. Жақсы, сіздер айтасыздар ма? Жақсы жақтары өте жақсы түсіндіреді, терминдер мен нақты дәлелдер келтірді, сосын креативтері өте жақсы істеген, соны айтып берді, ұсыныс. Жақсы, рахмет. 3 шапалақ. Жақсы оқушылар, барлығымыз жалпы бүгінгі тақырып бойынша негізгі өзіміздің зерттеулерімізді жүргіздік. Әрмен қарай сабағымызды жалғастырайық. 3-ші тапсырма бізде жеке жұмыс, әркім өзі. Осы депортация деген ұғым не болды соныменен? Ұлттық саясат дегеніміз не болды соныменен? Интернационализм сонымен не болды? Осы туралы өздеріңіздің ойларыңызды айтсаңыздар, мағынасын айтып, және ол Қазақстанға ықпалы қандай болды? Сол туралы ойымызды айта қояйық. Кәне, кім айтқысы келеді? Ойымызды жинақтап жіберейік те айта қояйық. Өзінің туған жерінен, яғни мемлекеттен қуған адамдарды айтамыз, депортациялық шығарған адамдарды. Ықпалы бізде 1920-1940 жылдары Қазақстанға көптеген ұлттар өз мекендерінен қуылып келген болатын. Олар Корейліктер, сосын немістер, шешендер, ирандықтар, түріктер, жақсы. Рахмет, отыра ғой. Келесі бізде ұлттық саясат ұғымын. Кім айтқысы келеді? Ұлттық саясат. Ұлттық саясат деген мағынасы, яғни біздің Қазақстан жерінде көптеген ұлттар тұрғаннан кейін, сол ұлттардың арасындағы достық қарым-қатынасты, сыйластықты реттеп отыратын саясат, яғни солардың арасында қарым-қатынасты реттеу осы ұлттық саясат болып табылады. Ықпалы яғни қандай ықпал болды? Ұлттық саясат яғни біздің Қазақстан көп диаспоралы мемлекет болғаннан кейін халықтар арасындағы достықтың сақталуы, ешқандай қақтығыстардың болмауын қамтамасыз ету маңызды болып табылғаннан кейін ұлттық саясат көптеген өзінің әсерін тигізген болатын. Жақсы, өте керемет. Келесі интернационализм кім айтады? Интернационализм дегеніміз, яғни ұлттық саясатқа ұқсас ұғым, яғни ол халықтардың арасында ынтымақтастық пен достықты қамтамасыз ететін идеология болып табылады. Біздің Қазақстан осы идеологияны ұстанып десек болады. Сондықтан оның ықпалы, яғни салдарға келетін болсақ, ол Қазақстанның ішіндегі тұратын 130-дан астам ұлт өкілдерінің өзара ынтымақтастық достықта болуын қамтамасыз етеді. Өте жақсы, өте керемет. Жақсы, оқушылар, енді бізде келесі тапсырма жеке жұмыс. Бұл да ПТМС формуласы бойынша кеңестік кезеңде Қазақстандағы полиэтникалық қоғамның қалыптасуы тиімді болды ма сонымен, әлде тиімсіз болды ма? Сол бағыттың біреуін таңдап, өздеріңіздің ойларыңызды білдіре қойсаңыздар. Қане, кім айтып жібереді? Мен айтсам, менің ойымша Қазақстанға депортациялау ол тиімсіз болды. Өйткені қазақтар себебі қазақтар өздерінің үлесінен айырылып қалды. Солтүстік Қазақстанда қарасақ, қазіргі таңда 40-45% орыстар алады, ал қалған 60% қазақтар алады деп айта алмаймыз. Өйткені басқа да ұлт өкілдері бар. Егер де ол басқаша тағы да мемлекеттік саясатта жүретін болса, дауыс бергенде солтүстік Қазақстанның жағы, орыстар жағы да басым болады. Және де айта кететін нәрсе, кезінде Орынбор, Ташкент секілді қалалар да қазақ жеріне тиесілі болған, бірақ ол жерде қазақтардың санының мөлшері азайып кеткендіктен басқа мемлекетке көшіп кетті. Жақсы, тағы? Осы біздің елге депортациялаудың көптеген жағымсыз салдары болды. Біріншіден біз қазақ өзіміздің отанымызда тұрып, өзіміздің ұлтымызды дамыта алмадық, себебі біз деген басқа да ұлттардан қысым көрдік. Және де осы деген бірнеше ұлттарды деген бір туының астында ұстау оңай емес. Сол кеңес үкіметінде бір-бірін қолдаса, олар деген ұлтшыл деген неге атауға ие. Айыптар тағылып отыр. Жақсы.
Аха. Рахмет, жамандамын. Аха, жақсы, өзің таңдауың. Меніңше, оның жақсы жақтары әсері болды, өйткені 20 ғасырдың 30-40 жылдары осы көшіп келгендер өздерінің осы ұлтын, дінін, салт-дәстүрін алмастырып, қазақтарға қарай беттей бастады. Соның қатарында қазақ елдерінің киім-кешегі, салт-дәстүрі, тілі, діні, ұлттық аспаптарын, өнерін, музыкасын және солардың дәстүрін бүкіл үйрене бастады және солармен бірге өз үлестерін қосты. Екінші жақсы жағы ол осы қазақтарға үлкен өздерінің ықпалын қосты. 130 соның арқасында Қазақстан көпұлтты мемлекет болды. Құрамына 130-дан астам ел кірді және жақсы. Бір адам тыңдайық. Осы кеңестік кезеңдегі политикалық қоғамның қалыптасуы менің ойымша тиімсіз болды. Себебі ең көбінесе айта кететін жағдай ол деген білім жағынан да айта кететін. Көбісі айтты, білім жағынан көп мектептер орыс тілінде үйретті, ал кедей отбасылар, әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар өз балаларына қажетті білім бере алмады деп айтуға болады. Соның есебінен білім алған балалар өз тілін ұмытып, көбіне орыс үкіметіне жұмыс жасады, орыс тілін қолданыста көп пайдаланатын болатын. Жақсы. Жалпы бір қараған кезде кез келген нәрсенің екі жағы болады ғой, жақсы жағы, жақсы емес, тиімсіз жақтары. Сол секілді бұл жерде де мынау көп ұлтты мемлекет болу әрине екі жақты қарастырылған дұрыс. Жаңа тиімді жағында айтып жатыр. Тиімді жағы біздердің мысалға көп ұлттармен қарым-қатынас жасау арқылы біз әртүрлі мәдениеттерді, әртүрлі дәстүрлерді, әр халықтың өзінің бір жақсы жағы бар ғой, сол мәдениеттерді өзімізге алуымызға мүмкіндік бар мысалға. Ал енді тиімсіз жағы ретінде өзіміздің жерімізде тұрып ашылыққа ұшырауымыз ол әрине тиімсіз жағы. Ал енді былай елестетіп көрейік, егер де қазақ жеріне бұл өзге ұлт өкілдері көшірілмеген жағдайда қандай болатын еді? Бұл территорияда халықтың саны бұдан да мүлдем аз болуы әбден мүмкін еді. Қазір біз сол ұлттарменен қосыла отырып, әлі де сол қазіргі күнгі санақта мысалға 19 миллионның айналасында жүріп жатыр, өте аз. Жақсы, телефонымызды алайық, одан кейін QR-кодты сканер жасайық барлығымыз. Сілтемемен Padlet тақтасына кіре қояйық. Сосын өзіміздің бүгінгі сабақ бойынша кері байланысымызды бере қояйық сабаққа. Бүгінгі сабақтағы мен үшін қызықты болған нәрсе қандай? Мені таңғалдырған ақпарат қандай? Мен үшін әлі түсініксіз болған ақпарат қандай? Сол үш сұрақтың төңірегінде жазсаңыздар болады. Сонымен оқушылар бүгінгі сабағымызда өз мәресіне жетті. Кері байланыстарыңызды осы Padlet тақтасында жазсаңыздар. Енді мына жерден мен бір-екеуін оқып жіберейін. Бүгінгі сабақ өте түсінікті болды. Кезінде қазақтардың өмір салтын оқып үйрендік дейді. Нұрдана жазған сабақ бүгін түсінікті болды, көптеген жаңа тақырыптар сөздермен таныстық дейді. Сабақты қорытындылайтын болсақ, жалпы өздеріңіз көріп отырғандай, бүгінгі полиэтникалық қоғамға айналуымыз бұл патша үкіметі тұсында басталды. Кейін кеңестер билігі кезеңінде бұл жедел қарқынмен жүргізілді. Сонымен қатар кейінгі уақытта бұл саясаттың негізгі салдары қоғамда айқын көріне бастады дейміз. Бұл көшіп қоныс аударған халықтардың ешқандай да кінәсі жоқ. Бұл қоныс аударушылардың барлығы сол кеңестік кезеңде жүргізілген саясаттың құрбандары деп айтуға болады. Олардың барлығы бүгінде қазақстандық халықтың құрамында,
Жаңа өздеріңіз айтқандай Қазақстан халқы осы диаспоралармен тату тәтті бір шаңырақтың астында бой түзеуде. Біздің еліміз барлық ұлт өкілдеріне ортақ шаңырақ астына топтасуға шақырады. Бұл тәуелсіз еліміздің ең басты жетістігі ретінде қарауға болады. Енді сіздерге үйге тапсырма ретінде тарихи деректер мен көркем әдебиеттерді негізінде қарастыра отырып, Қазақстанға жер аударылған немістердің тағдыры туралы өздеріңіз шағын эссе жазып келсеңіздер. Түсінікті ғой, соныменен бүгінгі сабағымыздағы өте белсенді танытқан оқушылар өздеріңіздің бағаларыңызды айта қойсаңыздар. 10 балл жинаған оқушы бар ма? Так, 1 оқушы, 2 оқушы, 3, 4, 5, 6 оқушы 10 балл жинады екен, 3 шапалақ берейік. Так, 9 балл жинағандар бар ма? 9 балл. 2, 3, 4 оқушы екен, 2 шапалақ жасайық. 7, 8 балл жинағандар бар ма? 7, 8-дер бар ма? Так, бізде 5, 6 оқушы жасаған екен, 1 шапалақ жасайық. Ал енді қалған оқушылар, сіздерге қатысқандарыңызға өте рахметімді айтқым келеді. Алдағы сабақтарда белсенділік танытады деген сенімдемін. Рахмет, сау болыңыздар.